Сәлем қыздар, егер де сіздер менің арнама алғашқы келіп тұрсаңыздар, менің есімім Шолпан болады. Мен өз каналымда, өз шығарылымдарымда тоқыма өнері жайындағы бар білген түйгендерімді сіздермен міндетті түрде бөлісемін. Көріп тұрғандарыңыздай, алдарыңызда екі бас киім тоқылып болды. Екеуі де Ализе Суперлана классик жібінен каналының дамуына үлес қосып жатқандарыңызға, қолдау көрсеткендеріңізге, пікір қалдырғандарыңызға, лайк басқандарыңызға үлкен рахмет. Енді көріп тұрғандарыңыздай, алдарыңызда мынадай қазір біздер бір минуттардан кейін бұл бас киімнің қалай тоқылғандығы туралы мастер-класс көрсетемін. Және де мына помпонды тақсам ба екен, тақпасам ба деп ойланып отырмын. Ал енді екінші бас киім, тез айтып кетейін сіздерге қалай тоқылған жөнінде. Бұл 86 жіппен тоқылды. Бұл кішкентайларыма арналған. Қыз болсын, бала болсын, түсі келеді. Бұның түсі Ализе Суперлана классик жібінен тоқылған. Түсі 240 жіп. Міне 40 номер, мінекей. Резинка қайтарылады. Резинкасы алдыңғы. Мына жері 8 сантиметр тоқыдым. Фиксирленген қайтарым тоқылды. Қайтар мына басынан мына жерге дейін 14 сантиметр. 14 сантиметрден кейін 86 жіпті екіге бөлдім. Бөлгенде 43 жіптен келді. 43 жіптен соң мынадай етіп үш бұрыштап жабылды. Өте әдемі шықты. Мінекей. Мынадай бас киім. Бұл бірнеше рет жуылды менде қазір. Балаларым қызыға киеді. Сонымен қыздар, дайынбыз ба? Тоқымаға кеттік. Сонымен қыздар, мына алдымыздағы тоқыма жұмысы сіздерге, егер де сіздер менің тұрақты көрермендеріміз болсаңыз, бұл сіздерге өте таныс, себебі алдыңғы шығарылымда мен сіздерге фиксерлеп қайтарып тоқу әдісі туралы түсіндірген болатынмын. Мінекей фиксерлеп тоқу әдісі. Содан соң, егер де сізге ұнаса, мына жіпті тоқып жатырған түсімді Ализе Суперлана классик жібі. Түсі 207 түс. Мен бұл бас киім тек қана өзіме арнап тоқып жатырғаннан кейін мен бұны 135 жіппен бастап тоқыдым. Менің шашым ұзын, сол себепті шашты үне бойына жіберіп жүрмегендіктен маған бас киімнің кішкене бос тұрған ұнайды. Қатты жабыстырған бас киім ұнамайды, сол себепті мен 135 жіппен бастадым. Бас киімді өте боста тоқыған жоқпын, кішкене орташа айтып алдым да. Қатты тығыз да емес, өте бос та емес. 3-тік қысыммен тоқыдым. Содан соң ары қарай мен 3,5-тік қысыммен тоқып жатырмын. Менің тоқып болған жерім қазір неше сантиметр тоқыдым. Мына резинкадан мына резинкаға дейін қайтаруды есептемегенде менде қазір 20 сантиметр болды, мінекей. Көрініп тұрды сіздерге. Енді бас киімнің төбесін жабуды бастаймыз. Мінекей. Бірінші оң, мен теріс сымды шалуды іліп алдым. Енді мен, мұқият қараңыздар, бірден жабам төбемізді. Сол себепті егер де мен былай жапсам, қазір оң шалуым қисайып кетеді. Жабылғанда әдемі болып жабылмайды. Сол себепті мен оң шалуды кері қарай қайтарып аламын. Жіп сымға шалуымды аламын қайтарып. Содан соң ашып қайттан қоямын мына сымымызға. Содан соң оң шаламыз. Оң теріс екі жіпті бірден оң шаламыз. Терісті және мына оңды қысқарта бастаймыз, төбені жабу. Тағы да мына оң шалымды мына
қолымыздағы, оң қолымыздағы сымға ілеміз. Содан соң ашып қайттан қоямыз. Содан соң екі шалуды тағы да оң шаламыз. Егер де қыздар мен бұлай жапқан болсам, әдемі болмайтын еді, мынау сияқты. Көрдіңіз бе? Так, сіздерге фокус көрінді ғой. Мұнда жаңағы ашып жапқаным, мынау ашпай жапқаным арасын. Мінекей. Сонымен қыздар, сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Бірінші бойды мына жерге келгенше тап осылай етіп алып тоқи бересіздер. Қазір мына жерге келгенде сіздермен қайттан ең соңғы қысқартуым осы бой бірінші айналымдағы. Келесі екінші айналымда тағы да осылай. Бұл жолы қараңыздар енді қыздар. Бағына тек қана бір оңды ашып алдық қой арасын. Енді екі оңды ашып аламыз. Тек қана осы екінші айналымда түгелмен қысқарту бойы болады. Бір, екі. Тағы да қысқарта бастаймыз. Екінші айналымда тағы қысқарту бойы болады. Осылай қысқарта бересіздер. Келесі бастапқы белгілеген жерге келген кезде мен сіздермен тағы да кездесеміз. Екінші айналым соңына келдік. Енді кішкене қиындау болады. Егер де сіздердің қолдарыңызда кәдімгі носки тоқитын 4-5 ине болса, онда өте керемет. Өкінішке орай менде ондай 3 немесе 3,5 дық сым жоқ. Сол себепті кішкене жинап тоқимыз, ештеңе етпейді. Келесі үшінші айналымда осылай екі оңды біріктіріп тоқи береміз. Онда жаңағыдай міндетті түрде ашып, арасын ашып тоқыңыздар. Бір, екі. Егер де сіздердің қолдарыңызда егер де сіздердің алған шалымдарыңыз әрине менікінен аз болатын шығар, аз болуы мүмкін де 80, 100 сым, 100 жіп шалып алған болсаңыз, әрине сіздердікі уже менікінен аздау болады жіптеріңіз. Ал менде 135 жіппен бастағаннан кейін менде кішкене сіздерге қарағанда ұзақтау жинаймын жіпте жібімді. Кішкене тартып жіберіңіздер, ештеңе етпейді. Сонымен қыздар, мына айналымды бітірдік, бастапқы нүктеге келдік. Мінекей, мені маркер ретінде сырғамды тағып отырмын. Келесі менің қолымда мына жерде 17 жіп қалды. Так, сіздерге көрінеді деп. Фокус қайда? Сіздерге көрінеді деп ойлаймын. Енді 17 жіп қалды. Әдетте мен бас киімнің төбесін жапқан кезде не 8 қалады, не 12 қалады. Мен үшін қазір міндеттегі 17 жібім жапқан кезде қалыңдау болып кетуі мүмкін да. Сол себепті тағы да қысқартуды ұйғардым. Соңғы айналым. Тағы да тап осылай етіп, екі оңды
бағанағыдай ашып арасын тағы да тоқи береміз. Қыздар, қазір мына жерге бастапқы нүктеге келген кезде сіздермен қайтадан қауышамын. Сонымен қыздар, барлығын қысқартып болдық. Менің қолымда 9 жіп бар. 9 жіп болу керек. Енді оң жақ ұзын өтпей қиямыз. Содан соң оны инеге өткізіп аламыз. Сонымен жіпті инеге өткіздік. Енді жіп біткен жақтан, мінекей тоқып болдық қой. Сол жақтан бастап шалымдардың барлығын инеге тізе бастаймыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, 8, 9. Жалпы қандай бас киім тоқысаңыздар да, ең соңында қысқарта бересіздер төбені. 2 жіппен іле бересіздер. Жалпы ең соңында біздерде қолымызда қалатын жібіміз 8 немесе 12 сол шамада жіп болу керек. Мынакей арасында тесік қалады ғой. Содан сіз мына жіпті өткізіп аламыз. Сонда біздердегі жиналды. Сонымен қалған жібімізді тарттық. Содан соң ортасынан алып инені өткіземіз екінші жақ бетіне. Бас киімімізді теріс жан өткіземіз. Содан соң жан жақтарын тіге бастаймыз. Сонымен қыздар, мастер-класс мына бас киімге түсінікті болды деп ойлаймын. Фиксирленген қайтарым деп аталатын видеоны мына шығарылымның астына тіркеймін. Мінекей осындай бас киім тоқылды. Сау болыңыздар. Пока-пока.